Саулық теориясы тележобасының тұрақты көрермендері, амансыздар ма? Адамзат баласының саулығы мен сұлулығының негізі болып табылатын маржандай тізілген тістерде кездесетін аурулар, оларды емдеу әдістері мен күту шаралары жайында бүгінгі бағдарламада дәрігерлермен сұхбаттасатын боламыз. Адамзат баласының өмірінде басты рөл атқарады ғой, өзіңіз білесіз. Енді сөзіміздің кіріспесі ретінде тістің құрылымдарына тоқталып өтсек. Саламатсыз ба? Біріншіден, тістің құрылымына келетін болсақ, ол тістің құрылымы бізде енді жалпылама түсінікті халыққа жалпақ тілмен сөйлеген болсам, коронковый часть дейді, корневый часть дейді. Түбірлік бөлім және де коронкалық бөлім екіге бөлінеді. Және де бұны тісті ұстап тұратын периодонтный волокна дейді. Майда жаңағыдай сүйек талшықтары жақ пен тістің арасында тұратын, жақты ұстап тұратын майда сүйектер болады. Оның ішінде жаңа сыртқы бөлігінде эмаль, ортасында дентин және де ортасында жаңағыдай ульфа бөлігі, жаңа нервный пучок дейді, сондай. Сол жалпылама айтқан кезде тістің құрам бөлігі осындайлардан тұрады. Адамзат баласы бірінші дүниеге келген кезде сүт тіс дейміз, өсе келе түсіп, тағы да үлкен тістер шыға бастайды. Сол кезеңді айтып өтіңізші. Адам баласының бірінші сүт кезеңі сүт тістері дейді. Екі түрге бөлінеді, жаңағы сүт тіс, тұрақ тіс болып екіге бөлінеді. Сүт тістері бұл бірінші жаңағы 5,5-6 ай кезінде шығуды бастайды, және де 12 жасқа келіп сүт тістерін жағы 5,5-6 жастан бастап тұрақ тістер шыға бастайды, және де 12 жасқа келіп уже жаңағы бүкіл сүт тістерінің барлығы түсіп, тұрақ тістерінің барлығы шығып бітетін уақыт. Тіс күтіміне қанша жастан бастап көңіл бөлген дұрыс? Тіс күтіміне былайша жалпылама айтқан кезде бұл 5,5 жаңағы тіс шыққан кезде, шыққаннан бастап енді жаңағы өз-өзін жоғалатын кезінде бастап қадағалау керек деп айтамыз. Негізіне келген кезде бұның тістің тіс шегісінің пайда болуы бұл тереңіректе жатыр. Неге? Себебі тереңіректе дегенім бала ананың ішінде жатқан кезінде бұл нәрсе уже сол кезде қалыптаса бастайды. Енді оны айта берсең, бұл үлкен бір ғылым. Енді қысқаша айтатын болсақ, ана екі қабат кезінде балаға сол кезде не ішіп, не жегеніне қатты мән беру керек. Одан кейін, туғаннан кейін, өскеннен кейін айтар болатын болса, ол 5,5 жастан бастап тісін жуа бастаған дұрыс болады. Енді жүкті кезінде деп жатырсыз ғой, қандай витаминдер көбірек пайдаланған дұрыс? Осы уақытқа дейін бізде бұрыннан совет дәуірден бастап айтылып келе жатқан дүние, мысалға тісті жаңағыдай кальций керек дейді, фтор керек деп барлығын айтып келдік. Ал қазіргі зерттеле келе бұл кальций де керек, жаңағы айтылған заттар да керек, сонымен қоса ең маңызды рөл атқаратын бұл D витамині. D витамин көбірек организмде болатын болса, сол кезде бұның балалардың тісі қатаюы, сол бәрі дұрыс болады. Қай тағамдарда D витамин көбірек кездеседі? Жаңағы бұрыннан келе жатқан кальцийдің сүт тағамдары деп айтылып жатыр ғой, мысалға. D витамині балық
балалар көкөністерде көбірек кездеседі. Сол енді в основном жаңағыдай сүтті тағамдарды іше берсе сол жерде Д витамин көбірек болады. Қазіргі біздің бірақ заманымызда ол тек қана бізде табиғи Д витамин ішу аздық қылады. Бізде қазір қосымша жақсы жаңағы витамин Д деген нелер көп, соны ішкен дұрыс болады. Иә, дәрілік заттар. Соны ішіп қосымша ішкеніміз дұрыс болады. Себебі біздің қазіргі тамақ жеу рационымыздың өзі дұрыс емес. Иә. Химиялық. Иә, химиялық барлығы жаңағы араласып кеткен. Тісті таңертең таңғы астан кейін жуған дұрыс па, таңғы астан алдын жуған дұрыс па? Жуу барысында қандай ережелерді сақтаған дұрыс? Бұл жерде жуу барысында деген кезде бұл жерде ғалымдардың өздерінің көзқарасы екіге бөлінеді. Мысалға, бірінші ғалымдардың топтамасы айтады, бұл бірінші азанда тұрған кезде бірінші тісті жуу керек дейді. Неге? Себебі мына тамақтағы бүкіл жиналып қалған микробтар басқа бар, соның барлығын тіспен жуып шығарып тастау керек дейді. Ал екінші ғалымдардың айтуы бойынша таңғы асты ішіп болғаннан кейін барып тісті жуған дұрыс деп айтады. Өзіңіз тіс дәрігері ретінде қайсысын құптайсыз? Тіс дәрігері ретінде мен өзімнің жуу немді айтайын. Мен өзім азында тұрған кезде, енді бізде мұсылман халқымыз барлығымыз азында жаңағыдай намазға тұрған уақытта, бұл жерде мұсылман халық болғаннан кейін бірінші дәрет аламыз, дәрет алған уақытта мысалы ауыз шайылады. Сол кездегі бір сөз есіме түседі, мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтылған сөз. Азанда егер де сендерге қиындық қиындамасаңдар, жаңағыдай азанда әр намаздың алдында мишуакпен тістеріңді жуғанды жаңағыдай деп айтар едім, қалыптастырып деп айтар едім. Сонымен есепке ала отырып, бұл жерде бірінші ғалымдардың айтқан тұжырымы дұрыс па деп қабылдаймын. Неге дегенде, біз мұсылман болғаннан кейін біздің пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның бүкіл өмірі бізге өнеге болып келеді. Мисуакпен әр намазын деген сөз, значит, азанда тұрған уақытта намазын алдын мисуакпен тазала деген сөз да. Сол азанда тұрған уақытта тісін жуу дұрыс деп қабылдаймын мен өзім. Бірақ міндетті түрде тамақ жеп болғаннан кейін ең болмағанда ауыз қуысын бір шайып сөйтіп шыққан дұрыс. Енді тазалау барысындағы ережелерді бірі білсе, бірі біле бермейді. Өзіңіз түсіндіріңіз. Тазалау барысында болғанда тісті негізі мынау тістің құрылымы, эмаль деп айтып өттік қой. Эмаль деп айтып өткен кезде мынау тістің құрылымы былай сызық орналасқан. Микроскоппен қараған кезде былай. Мысалы түсінікті болып айтайын, мынау шипыр дейді ғой, төбеміз жабатын. Шипырдың құрылымы сияқты сызық орналасады. Енді сіз жуған уақытта қалай жуасыз? Мысалы, былай жасаған кезіңізде, жуған уақытыңызда көбіне бұны зиян келеді. Өзінің бағыты бойынша жуған дұрыс болады былай. Енді круговыми движениями дейді ғой, былай айландыра жуған дұрыс болады негізінде. Егер бұл жерде былай жуғанның бір зияндық жері, уақыт өте келе адамдар шөге бастайды, атрофия дейді. Сол сияқты адамның қызыл иегі де отыра бастайды. Сол кезде бұл жерде мынау тістің құрылымында коронковой частьта эмаль болады да, и корневой частьта эмаль болмайды. Эмаль бітіп қалады сол жерде. Сол кезде сіз тісін жуған уақытыңызда эмаль жоқ бөлікті сіз былай жуған уақытыңызда осы жеріне уже желіне бастайды. Одан кейін сезімталдық пайда болады. Одан кейін бүкіл жаңағы тіске қатысты мәселелер уже пайда бола бастайды. Сол үшін одан кейін балалар мүмкіндігі барынша жұмсақ щеткамен жуған дұрыс болады. Себебі олардың әлі құрылымы әлі бекімеген. Ал енді үлкен адам әркім өзінің тісінің жағдайына қарап тіс щеткасын таңдаған дұрыс болады. Тіс пастасы дейміз ғой, балаларға тіс пастасын пайдалануға болады ма? Тіс пастасын қазір бұл тіс пастасының мәселесіне де үлкен
мән беріліп қарау керек қазір. Тіс пастасының баяғыда бұрында болған тек жаңағы бір тіс пастасын әкеліп қояды, бүкіл семья соны пайдаланады дегендей. Ал қазір енді дамыған заман, балаларға арнайы жаңағыдай зиян тигізбейтін тіс пастасын шығарып қойған, және де үлкендердің қолданатын екі бөлек жасап қойған. Одан кейін тіс пастасына бір мән беретін жай, енді өзіміз мынау оңтүстік өңірде өмір сүргеннен кейін, Сарыағашта өмір сүргеннен кейін, біздің мынау суымызда фтор көп. Фтор көп болған кезде оның өзі зиян. Фтор мен кальций екеуі баланс етіп тұру керек. Сол үшін біздің осы Сарыағаш өңіріне без фтора, фторсыз, құрамында фтор жоқ, жаңағыдай тіс пастасын қолданғанымыз дұрыс болады бізге. Жалпы ересектер болсын, балалар болсын. Себебі бізде көп қазір таңда көп келе жатыр. Болезни некариозного происхождения деп айтады. Ол тіс жегісіне қатысы жоқ аурулар. Ол көбіне біздің жеген тамағымыздан көп процент судың есебінен болып жатады ол нәрсе. Көбіне бізде мынау минерал су деп жатамыз, ыстық су. Бұны да мөлшерден тыс пайдаланған тістің жаңағы ауруларына әкеліп соқтырады. Енді бұл біздің айтқанымыздың бәрі тістің күту шаралары. Ал енді емдеу шараларына тоқталып өтсек. Емдеу әдістеріне келетін болсақ, ол бұл тіс шегі деп жатамыз, кариес. Олар өзі түрлері бөлінеді. Ең бірінші беткейлі тіс шегі деп айтылады. Беткейлі тіс шегін бірінші енді қарадақ түсіп бастаған кезінде сол жерді зақымдалған бетін тазалатып, сол жерге пломба қойып қоятын болсаңыз, жаңағыдай аралап дамымай тұрады. Екінші орта средний кариес деп жатады. Сол орта тіс шегіні ол да жаңағыдай тазаланып, пломбасын қойып қойсаңыз, ол да дұрыс. Одан кейінгісі терең тіс шегі, глубокий кариес. Оны да емдеп, пломба қойып қойсаңыз, жаңағыдай тісіңіздің нерв дейміз, нерв жүйесі жаңағыдай солар тірі болып тұрады, пульпа дейді. Себебі тіс сол біздің халықтың айтып кеткен нерв дейді. Ол бізде пульпа дейді. Бүкіл қан тамыр, нервтің барлығы тіске жауапты, сол ішінде орналасқан. Тіс сонымен қоректенеді. Ал терең тіс шегінен асырып алғаннан кейін бізде тіс шегінің асқоналары болса, тіс шегінің асқоналары уже сіз айтқан нервін алу, нервін алғаннан кейін оны нервтен орнынан толтырып, қайтадан пломба қойылады. Ал оған қарамай жүрсеңіз, одан асқын ол нервтің тістің сыртындағы аймаққа воспалительный процесс, қабыну процесі сол дами бастайды. Ол өзі жаққа зиян тиеді, ісе бастайды, іріңдей бастайды. Сол үшін бұл тіске қатты мән беру керек. Неге дегенде бүкіл система былайша айтқан кезде ішкі құрылыс, қазір ол нәрсе зерттелінген, тістен бастап ауыз қуысынан доплоть до геморроя басы осы тістен басталынады. Тісті дұрыс, біріншіден тамақты дұрыс шайнамай жұтқаннан болады. Екіншіден ауыз қуысының тазалығы. Бізде ауыз қуысында қазір бұрын біз оқып жүрген 200-ден еді, кейін қазір 300 микроорганизмдер орналасқан. Оның барлығы өзінің балансын ұстап тұру керек. Асқын біреуі, бір балансы, бір микроорганизм біреуін асқын кететін болса, ауыз қуысының аурулар пайда бола бастайды. Ал адам оны жұтады, ол асқазанға түседі, асқазан ағарып, аурулардың пайда бола бастайды. Сол үшін бірінші біздің қазақ бетекеміз айтып кетті, ауру астан деп. Не жеп, не болғанымызға қарау керек, сосын тамақты дұрыс шайнап істегенде жасаған дұрыс болады. Балалар неше жастан бастап тістерін емдеу керек? Мысалы, қазір кішкене балаларда тістері құрттаған балалар бар. Егер ауру
тістің ауруы пайда болса, оны емдеу керек болады. Бұлар мысалы құттаған тісті олардың жаңағы сүт тістері ғой енді кейін тіс шығар деген немен жұлып тастау емдеу керек. Жоқ, ол жұлып тастау деген мәселеге ол соған показания болып тұратын болса, оны жұласың. Ал ол ерте бастан оны жаңағыдай жұлып тастаған болмайды. Емдеу керек. Неге дегенде себебі бізде мысалы сүт тістің астынан зачаток дейді. Тұрақты тістің шығып келе жатады. Ал ол жерге жол ашып тұрған сүт түсіміз. Сүт түсіміз ерте жұлып тастайтын болсақ, ол жер сүйекпен бекітіліп кетеді де, ана астынан шығып келе жатқан тіс, тұрақты тісіміз біздің қиналып шығады. Ол бар. Одан кейін қазір мынау тәтті сусындарды аз қолданған дұрыс болады. Біздің қазір енді бәріміз балалар жақсы көреміз, тәтті сусындар сұраса береміз. Одан кейін оған жаңағы әрбір жеген тамағынан кейін аузыңды шай деп айтпаймыз. Соның барлығын балаларға айта жүрген дұрыс болады. Сосын тістің тіс жегісіне қатты зияны бізде қазір цитрусовый көкөністер бар ғой. Сол цитрусовый көкөністердің жеп болғаннан кейін ересек болсын, бала болсын, аузын бір жақсылап шайып жеп жүрген дұрыс болады. Эмаль бар, цитрусы бар, қатты жейді. Кейінгі осы сәтті пайдаланып айта кететін бір мәселе болып тұр. Менің өзімнің практикам барысында кездесіп жатқан дүниені айта кетейін. Және де жан-жақтан жаңағы бізде стоматологтармен сұхбат құрамыз басталды. Сол кезде сұраған кезімде оларда осы менің ой пікірімді құптайды. Ол нені айтпақшым бұл жерде? Менің өзімнің практикамда жолыққан нәрселер, мынау қазіргі кейінгі өсіп келе жатқан балаларда мынау дәрі-дәрмектерге аллергиялық реакция көбейіп бара жатыр. Оны сұраған кезінде, анам кезінде, мынау қазіргі кириешки мен чипсы деп жатады ғой. Енді жаңа біреуді қарсы реклама жасайтын ойым жоқ. Жалпы мен сұрастырған кездегі именно осы кириешки мен чипсы жеген балаларда аллергия реакция көп болып жатыр. Сол мүмкіндік болатын болса, ата-аналарға бір осындай совет берер едім, жаңағы осы орайда дәрігерлік кеңес берер едім. Жаңағы балаларымыздың келесі өсіп келе жатқан ұрпағымыз дұрыс болсын дейтін болсақ, не ішіп, не жеп жатқанына мән берсек. Ол жаңағыдай тек қана бір тіс мәселесінде емес, бүкіл ағзаның барлығы осы нәрсеге байланысты болады. Сол жаңа не ішіп, не жегеніне мән берейік. Адамзат баласының өмірінде маңызды рөл атқаратын тістеріміздің саулығы жайында толыққанды мәлімет бердік деген үмітпен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймын. Сіздермен бірге болған Әлия Мұхамеджамиқызы және таспагер Айдос Дәулет. Келесі аптада жүздескенше сау, сәлеметте болыңыздар.